Мінекей біз 10 қатарымыз тоқып алдық. Міне рельефныйдан 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Басындағы бірінші қатар мен 10 қатар біз мінекей тоқып алдық. Мына қарасаңыздар, қатты көтерілмеген, жайпақ болып тұр, көрдіңіздер ме? Енді біз алдыңғы тілін тоқимыз. Жібімізді әкелеміз де бірінші және екінші столбикті тастаймыз да мына жерден аламыз. Мінекей міне екі столбик көтереміз. Так, міне осылай накиттіліп үшеуінен де бірге өткіземіз. Міне осылай. Мінекей жұмысымызды бұрамыз да накитімізді іліп мына тұрған бірінші көзден бастап жұмысымызды бұрдық. Так, кішкене камераны бүйтіп алайын. Накитімізді ілдік де мына тұрған бірінші көзден іліп аламыз да үшеуін бірге тоқимыз. Полустолбик деп атайды бұны. Міне қатардан аяқтап жұмысымызды қайта бұрамыз да мінекей тағы да осылай міне бірінші көзден бастап полустолбик тоқып шығасыздар. Бүйтіп мына тілді қойған кезде мына жерге дейін келу керек. Осы жерге дейін, осыған дейін ұзындықты тоқып аласыздар. Мінекей тілін тоқып шығыңыздар. Оңға солға барып келіп отырып тоқисыздар. Мінекей біз тілшесін тоқып болдық. Енді міне жібімізді былайынан әкелеміз де мына бірінші тұрған мына жердегі көзімізге жақын көзге іліп аламыз. Мінекей жіпті өстіп бойымен бірдей аласыздар да. Міне бізде мына жерде бірінші көтерген көзіміз бар. Кішкене өсіп жақындадық. Петлямызды көтердік.
мінекей. Енді мына жерден столбик без накида тоғышамыз. Мінекей, осылай маркерге дейін тоқып келесіздер. Мінекей. Мына жерге дейін тоқып келіңіздер. Мына жерде жібімізді іле кетеміз. Мінекей. Даже біз мынаны астынан алуымызға да болады. Мінекей. Енді біз былай қарай жанын тоқып жалғастырып кетеміз. Енді мұқият қарап отырыңыздар. Біз қазір жанын бастаймыз. Мінекей. Мына жерде бір көз, екі көз, үш көз тоқимыз. Жұмысымызды бұрамыз да былайынан. Мына тұрған бірінші көзге тоқимыз. Столбик без накидамен. Петля көтеріп, жұмысты қайтадан бұрамыз да
жаңағы көзімізге тағы да тоқимыз. Мінекей. Тағы да жанынан екі көз тоқимыз. Мінекей. Жұмысты бұрып. Енді бізде мына жерде үшеу болып тұр. Мына крючоктың жанындағы көзді алмайсыздар. Оның жанындағы көзден алып тоқимыз. Біз енді үлкейтеміз мына жерде. 1, 2 петля көтереміз. Жұмысты бұрамыз. Мінекей 1, 2. Енді мына жерде екі көз тоқимыз. Мінекей уже біз 4 көзге дейін үлкейттік. 1, 2, 3, 4. Дәл жаңағындай енді жұмысымызды бір петля көтереміз де. Осылайынан бұрып. Тағы да мына жақтан екі көзді. Я? 1, 2, 3, 4. Және мына жерде міне. Екі көзімізді көтереміз. Қайтадан айналдырып, уже мына жерде 5 көз болады. Осылай міне маркерге дейін үлкейтіп алып келесіздер. Осылай тоқып шығыңыздар.